Адамзат әлі күнге дейін жат цивилизациямен байланысқа шығып көрмеген. Бұған сәйкес себептердің бірі планетамыздың көп бөлігінің су алып жатқаны деп мәлімдеген болатын жаңа көкжиек миссиясының жетекшісі Алан Стерн. Және шынымен де әлі күнге дейін бірде-бір нағыз айғақтар немесе дәлел бола аларлық еш нәрсе кездескен жоқ. Бірақ адамдар сонда да жат планеталықтарға сенулерін доғарған емес. Әрине бәрі емес, көпшілігі. Жақында ғана британдық физиктер өзге планеталықтарды не үшін кездестіре алмай жүргенімізді және болашақта да кездестіре алмайтынымызды айтты. Британдық физиктердің өкілі Оксфорд университетінде дәріс беретін Андерс Санберг: біз әріптестерімізбен бірге өзге планеталықтарды кездестірмедік. Өйткені әлемімізде осыншама алып әлемде өзге цивилизация өте сирек кездеседі. Жер нүкте болса, ол басқа нүктеден пайда болады. Ара қашықтық миллиондаған, тіпті миллиардтаған жарық жылдары. Келтіріп, мысалға алып көрген дәлелдеріміздің бәрі мұның мүмкін еместігін көрсетеді. Британдықтар осындай мәлімдеме жасады. Олардың ойынша жат цивилизация бар болғанның өзінде өте тез жойылып кетеді және сирек пайда болады. Қарапайым оқырман ретінде қарасақ, айтып тұрғандар рас сияқты. Ал Американың астрономия қоғамы былай деп мәлімдейді: жат цивилизация сигналының бізге келмей жатқаны олардың өте алыста екендігін көрсетеді. Әрине бізде олардың бар екеніне сенімді емеспіз. Дәл осы американдық қоғамның мүшесі Эван Соломонидис былай деп айтты: біз олармен әлі кездеспедік, өйткені ғарыш өте алып. Біз мүмкін қазір оларды кездестірмейтін де шығармыз. 1500 жылдан кейін кездестіріп қалармыз, бірақ факт емес, өйткені олар жоқ болып шығуы да мүмкін. Адамзат өзге цивилизация егер бар болса, естіп қалар деген оймен сигналдарын жіберуде, және кез келген трансляциялар, телефонмен соғылған қоңыраулар, байланыстар сигнал болып ғарышқа тарап кетеді. Егер аспан арқылы ең бірінші жасалған трансляция Адольф Гитлермен десек, және Адольф Гитлердің дауысы болса, дәл қазір ол жерден 160 жарық жылы қашықтыққа жетті, және галактикамыздың жартысына жету үшін әлі 1500 жыл бар. Яғни 1500 жылдан кейін егер өзге цивилизация бар болса, естуі керек. Бірақ тағы да бұл факт емес деп айтуға тура келеді. Өзге цивилизациялардың санын анықтау үшін Фрэнк Дрейк формула ойлап тапқан болатын. Жауап ретінде Энрико Ферми есімді физик мынадай тезис жасады, және ол Ферми парадоксы деп аталады. Егер цивилизация көп болса, неге адамзат байқамайды? Бұл парадоксты ғалымдар әртүрлі жауап беріп шешуге тырысқан. Сондай бір гипотезалардың бірі бірегей жер деп аталады. Яғни саналы цивилизация болу үшін дәл жер планетасындай жағдайлар болуы тиіс. Дәл күн сияқты жұлдыздан дәл сондай арақашықтықта орналасу деген сияқты. Бұндай болудың ықтималдылығы мүмкін миллиардтан бір шығар. Мүмкін емес деген сөз. НАСА астрономдар жыл сайын экзопланеталарды табуда. Экзопланета дегеніміз жұлдызынан өмір сүруге жарамды қашықтықта орналасқан және су кездесетін планета. Айта кетейік, ондай планеталар өте көп. Кейбіреуін толығымен су жапқан, кейбіреуі толығымен мұз болып қатып қалған. Дәл осындай себептерден ол жақта цивилизация бар деп айта алмаймыз. Дрейк формуласына қайта оралайық. 1961 жылы Дрейк өзінің формуласына сандарды қойып 10 деген сан шығарған болатын. Яғни формула бойынша 10 өзге планеталық цивилизация бар. 18.000 галактикада 10 ғана өркениет болса, олардың бір-бірімен кездесу үшін де миллиондаған жылдар керек болады. Бірақ біз тағы да бұл факт емес деп айтуымызға тура келеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жат планеталықтар бар ма, әлде жоқ па? Өз пікіріңізді жаза отырыңыз. Әрбіріңіздің пікіріңізді оқу біз үшін өте қызық. Және лайк қоюды ұмытпаңыз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.